Жер сілкінісі мынадай нәрсе да. Жер сілкінісі бұл хадистерде де келеді, шахидтік өлімге апарады негізі мұсылман болса. Егер ол жаңағы ненің үйіндінің астында қалып қойса деген сияқты бар ғой. Соның астында қалып қойып атса егер, онда ол шахид болады иншалла. Иманы бүтін, нелер бүтін болатын болса. Ал енді екінші тарап бар ғой. Оларға не болады? Мыналарға Алланың рахымы болады. Өйткені шахидтік мәртебе бұл кім болса соған бұйыра беретін мәртебе емес ол. Тіпті ғалымдардан жоғары мәртебе. Шахидтік пайғамбарлармен бір неде болатын мәртебе да. А мыналарға ше, бұларға азап береді. Олар оны біледі де азап екенін кейбіреулер. Сол білгендік үшін содан қашып шығып жатыр да. Тіпті киімін киіп үлгере алмай қалып жатыр ғой біреулер. Өмірде Құдайды алмағандар. Құлап бара жатқан самолетте атеист болмайды дегендей. Өмірде Құдайды алмағандар. Бисмилля, бисмилля, бисмилля деп. Басқа уақытта. Міне, Құдай тағала осы іс арқылы сені бисмилля деп айтуға мүмкіншілік берді да. Бисмилля деп айтуға, ла иляха иллалла деп атып біреулер. Ла иляха иллалла деп айтуға. Егер де ол сілкініс болмағанда, сен өмір бақи айтпай өтуің мүмкін бетті. Бұл рахым болды да бір Алланың. Негізі біз рахым деп те қабылдасақ болады екен ғой. Енді жердің тектоникалық жаңа қозғалуы, жылжуы деген нәрсе. Ол мынадай нәрсе құрдас. Ол өз алдына. Ол ғылымды біз жоққа шығармаймыз ешқашан. Ғылым өз алдымен ғылым дұрыс. Жаңа жылда 365 күннің болатыны, 364 күннің жерді күннің айналуы деген сияқты. Ол ғылымға біздің ислам ғылымды одан ары дамытпаса оған ешқашан қарсы шықпайды. Бірақ бұл жерде Алланың үкімі деген нәрсе бар. Жер бетінде шыбын қанатын қаға алмайды егер Алла рұқсат бермесе. Не то, что жер жыбырлауы, шыбынға Алла тағала қанатын қағу тоқтат деген болса, күн фаякун болды. Бол деген нәрсесі болады. Алла бұйрық берді, бол деді, жер бір тебіреніп алды, болды. Болма дей ма, болмайды, болды. Болмаса, бізден де биік таулар бар ғой, неге солар сілкінбей жатыр? Тибет мысалға, Гималай, Эверест, Джомоланг ма? Бәрі бір атау ғой енді. 8848 метр да, ең биік нүктелері. Енді ойлаңыз, ол жақтар тыныш болып тұр да? Неге? Үкімі жерге келген жоқ, Алланың үкімі. Алланың үкімі осы жерге келді, солай орындалады болды. Ол жерге де келу мүмкін Алланың үкімі. Сонда тектоника көреулі айтып, Астанаға дейін жеткен дейді, кешегі жер сілкінісі дұрыс па? 2 балға дейін барған дейді. Көреулер Қызылордаға, Шымкентке дейін жеткен деп жатыр. Жер сол. Ол сен тауың бола ма, болмай ма қызық емес. Алланың ілімі қағидаларға бекінбеген да. Арнайы бір. Бірақ біз ғылымды мойындаймыз да, ол нәрсе. Не дейді? Абай атам айтады, менікі деп жүргеннің бәрі оныкі дейді ғой. Негізі мықты философиялық ауыр мағыналы сөздер ғой. Мынаның бәрі менікі деп ойлайсың дейді да, сен өзіңше кейде бір неге жеткен кезде. Ол сенікі емес, ол негізінде дейді. Бүкіл мүлік, билік бұл Алланыкі дейді. Сондықтан кеше ана қашқан жігіт өзінің аузынан естіген қызық қой негізі әңгіме. Мына боқ үшін жүрдік па қанша жыл деп айттық дейді ғой. Ана далаға тастап қашып кеттік қой дейді да. Ешқайсысын алып кете алмай қалдық қой дейді. Тағы машинамызға мініп алып енді пробкада қалдық. Өз дүниеңнен өзің қашып жатсың. Өз дүниеңнен өзің қашып аз кешіп жатсың дейді да. Соны да көрсетіп беріп жатыр Құдай тағала дейді да. Бұл үшін жүгіре берме. Бұның артында жүріп менің құлшылықтарымды, парыздарын тастап қоя берме. Бұл бәрібір сен оны немесе ол сен тастап бір-біріңнен қашасың деп деген сияқты. Бұл жерден демек кім қандай көзбен қарайды, соны табады ғой. Ғибрат көзімен қараған адам одан жаңағыдай ғибрат алады.